Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. 4 маусым күні Қазақстанда мемлекеттік рәміздер күні аталып өтеді. 1992 жылы алғаш рет тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік рәміздері тағайындалды. Бұл күн еліміздің тарихында мемлекеттік нышандар, елтаңба, ту және әнұранымыздың туған күні болып белгіленді. Мемлекеттік рәміздер мемлекет негізінің мызғымас бір бөлігі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заңы 2007 жылы 4 маусымда қабылданды. Осы заңға сәйкес, жыл сайын 4 маусым Қазақстан Республикасында мемлекеттік рәміздер күні болып тойланады. Мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекеттің бір тұтастығы мен егемендігін бейнелейтін, оның ажырағысыз атрибуттарының бірі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік ту, мемлекеттік әнұран және мемлекеттік гимн мемлекеттік рәміздер болып табылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына келетін болсақ, ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында ұлттық өрнек тік жолақ ретінде көрсетілген. Күн оның шұғыласы қыран және ұлттық өрнек алтын түстес. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы Қазақстан Республикасының өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков. Ал Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы дөңгелек нысанды және көгілдір түс аясындағы шаңырақ түрінде бейнеленген. Шаңырақта айнала күн сәулесіндей тарап уықтар шашылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағында аңыздардағы қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. Ал жоғарғы бөлігінде 5 бұрышты көлемді жұлдыз, ал төменгі бөлігінде Қазақстан деген жазуы бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, уықтардың, аңыздардағы қанатты пырақтардың бейнесі, сондай-ақ Қазақстан деген жазулары алтын түстес. Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының авторы белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шот-Аман Уәлиханов. Ал Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимніне келетін болсақ, бұрын менің Қазақстаным әні ретінде танымал болған бұл ән бүгінгі күні Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні болып өзгертілді. 2006 жылы 11 қаңтарда мемлекет басшысының салтанатты ұлықтау рәсімінде алғаш рет мемлекеттік гимн орындалды. Әннің авторы Шәмші Қалдаяқов және сөзін жазғандар Жұмекен Нәжмеденов, Нұрсұлтан Назарбаев.